миллиарддаған жылдармен өлшенетін ғарыш тарихында, миллиондаған жылдармен өлшенетін тіршілік тарихы мен адамзат тарихында ол мемлекет дейтін ұғымдардың шыққаны кеше ғана еді. Соған қарамастан бодандықтың қамыты сан ғасыр мойнын қажаған қазақ халқы үшін ұлт, мемлекет деген ұғымдар аңсаған арманы тәңірдей келіседі. Сақтар мен ғұндардан, ұлы түрік қағанатынан бастауын алатын мемлекеттігіміз неше мыңдаған жылдарға созылған тарихтың салқар көшінде мың өліп, мың тірілді. Сақ тайпалары батыста ежелгі грек халқымен, орталықта Иран жұртымен, ал қиыр шығыста Қытай ұлыстарымен шектесіп жатқан. Ежелгі Қытай тарихнамасында солтүстіктегі мазасыз варварлар, жабайы тайпалар туралы алғашқы дерек Шаң әулеті Удин патшаның заманында біздің жыл санауымыздан бұрынғы 1300 жыл мен 1239 жылдар аралығына сәйкес келеді. Бұл кездегі тасбақа сауыты, малдың жауырын сүйектеріне таңбаланған деректерде көшпелілер цән деп айтылады. Кейінірек замандағы тарихи жазбаларда жылқы цән, жылқыға бай цән дейтін атаулар қолданылыпты. Көне заман деректерінде сақ тайпаларының негізгі кәсібі көшпенді мал шаруашылығы болғаны атап көрсетіледі. Байлаулы мекені жоқ, мал жанымен бірге оты мол, суы мол, қоныстар ыңғайымен көшіп жүреді дейді. Дөңгелек киіз үйлерде тұрады. Үй есігі шығысқа қаратылған. Малдың етін жейді, сүтін ішеді, жүнінен тоқылған және терісінен пішілген киім киеді. Сонымен қатар бие сүтін, яғни қымыз ашытып ішетіні және аздап болса да тары егетін айтылыпты. Малы, әсіресе жылқысы мен қойы қисапсыз көп. Тарбағатай Барқытбел тарихқа осы өте ерте, көне заманнан мәлім деп есептейміз. Атап айтқанда сақ дәуірі. Оның айқын дәлелі 2013 жылғы мамыр айында табылған алтын тәжді Үржар ханшайымы. Ғалымдардың айқындауынша, бұл біздің дәуірімізге дейінгі 5-3 ғасырлар. Бұл Үржар сұлуы есіктен табылған, берел мен шіліктіден табылған алтын адамдардың замандасы. Осы тұрғыдан алғанда Тарбағатай Барқытбел адамзат өркениетінің көрінісіндей. Демек, ұлы өркениет, цивилизация, евроцентристер айтып жүргендей, батыстан шығысқа қарай емес, керісінше, шығыста туып, шығыстан шығып, батысқа қарай қозғалғанының бұлтартпас дәлелдерінің бірі осы екеніне көз жеткізу қиын емес. Ал бұдан арғы 5000 жыл бұрынғы ата-бабаларымыздың өмір сүрген ортасы туралы, дүниеге көзқарастары туралы, наным, сенім түсініктері туралы,
көркемдік талғамдары туралы тірі суреттер Тарғыбатай Барқытбелдің Ақберлі биігінде самсап тұр. Бұл біздің сақ дәуірінен де бұрынғы көне тарихымыз. Ата бабаларымыздың тасқа таңбалап кеткен тарихын жете түсіне алмай жүрсек, бұл біздің өз мәңгүрттігіміз, және оған өзіміз кінәлі. Далалық Еуразия бүгінгі ғылым айғақтағандай жалпы адамзаттық даму, өсу, өркендеу сатыларының бәрінде бастан өткеріпті. Әлмисақ тас дәуірі, одан соңғы қола заманы, ақыры темір ықылымы. Сонымен қатар өзіндік ерекшелігі де мол екен. Әуел бастағы аңшылық кезеңнен соң мал шаруашылығын еркін игереді. Оның ішінде жылқыны қолға үйретудің маңызы айрықша болса керек. Кейінде ашылған археологиялық жаңалықтарға қарағанда жабайы жылқыны көміс малға айналдыру ең алғаш бүгінгі қазақ даласы Сарыарқада бұдан 5000 жыл бұрын жүзеге асқан көрінеді. Қазба деректер, ғылыми зерттеулер өз алдына өзгеше үрдістің нақты көріністері Ақберлі биігіндегі тастарға таңбаланыпты. Тарғыбатай Барқытбел тауының бүгінгі Үржар ауылы тұсындағы Ақберлі биігінде теңіз деңгейінен 3000 метр. Әлемдік мәдени қазына қатарына қосуға лайықты қаншама жанды сурет сақталып тұр. Бұл биіктегі тастағы суреттер ондап, жүздеп емес, мыңдап сынылады. Аумағы да жүздеген гектарға жетіп жығылар. Шілденің шіліңгір ыстығы мен сарша тамыздың айтулы аптаптарында Ақберлі жартастарының теріскей беттерінде сіресіп қар жататын. Соған қарамастан самсап, еңліккүл өсетін бұл биіктерге тек атпен. Онда да 4 аяғы тағаланған, өмілдірік құйысқаны келіскен, әбзелі жарақты белдаттармен ғана шыға аласыз. Сондықтан болар осы Ақберлінің жанды суреттерінде құлан және қылқұйрықты тағы мен тарпаң көп бедерленген. Ал жабайы жылқы бір жосын. Еркін жүргені бар, содан соң өре салынғаны, тұсауға түскені бейнеленіпті. Содан кейін бір жола көндігіп, екі аяқты арбаға жегілуі және мініс атына айналуы таңбаланған деп ойлаймыз. Тастағы суреттерде жануарлар дүниесі бір әлем. Үйір-үйір арқарлар мен құлжалар, серек-серек тауешкілер мен ай мүйізді текелер, дауысын кернейдей созған маралдар мен неше тармақ мүйізді бұғылар. Қайсы бірі Оралхан ағамыздың кер бұғысынан алмай қалғандай, көктүріктің төтемі көкбөрілер. Біз түстеп ажырата алмаған тағы да қаншама аңдар сұлабасы. Көп тастарда екі өркешті түйелер бейнеленген. Ал енді бүгінгі қайсы бір ғалымдар түйені Африкадан шыққан деп болжал айтып жатады. Ал Тарғыбатайдың тасында бұл жануарлар 5000 жыл бұрын өрістеп жүрсе, әлгі болжамдарға күмәнмен қарауға тура келеді. Ақберлі ескерткіші бұл ерте заманда қола ғасырынан бастап, ерте темірде көне тайпалардың, біздің ата-бабаларымыздың қасиетті тұтқан мекені. Бұл жерде ескі қорымдар да бар. Ал басты ерекшелігі бұл өнер ескерткіші үлкен. Бұл жерін киелі жер болып есептелсе керек. Сол себепті осының аумағында талай тайпалар көне замандағы бас қосып, жиналып, өздерінің ғұрыптық шараларын өткізіп, тастағы суреттерді міне соған байланысты салынған деп есептеуге болады.
Мына құжынаған тастардың көбінде тамаша суреттер бар. Сол көбі ерте темірге жатады, өйткені мұнда Таутеке бейнесі аса көп екен, ал сонымен бірге қола ғасырында мұнда сюжеттері баршылық. Яғни бұл ғасырлар бойы осы жерде адамдар мекендеп, өзінің өнер іздерін қалдырған деп есептеуге толық негіз бар. Мына мен отырған таста, мына үлкен тас өзі, үлкен панно. Енді көбі былай қисайып жатқан, жалпақ жатқандары тік. Әр түрлі тастардың сол келбетіне қарап салған көне суретшілер. Бұл тастың көлемінің өз ұзындығы 8 метрді, ені 2,5 метрдей. Мұнда енді көптеген суреттер салынған. Басты бейне деп біз мына орталдағы мына күнбасты бейнесін атаймыз. Бұл ең көне сурет осы жердегі. Қола ғасыр деп әзірше есептеуге болады. Өйткені сол қола ғасырына тән мұнда бейне күнбасты бейнесінің әртүрлі сол дәріптеуін біз кезіктіреміз. Мына егер Аңырақайдағы таңбалы ескерткішінде, немесе Қырғызстандағы Саймалы ташта, басқа бір жерлерде, орталық Қазақстанда да бар сондай осы күнбастың бейнесі. Ал енді осы өңірде мұны бірінші рет кездесіп отыр. Осындай үлкен әсерлі бейне, анық жасалған, спираль тәрізді міне басы өрілген міне басы спираль тәрізді. Бұл жаратушының бейнесі, көне замандағы. Бұл тірліктің иесі, бастаушысы. Міне осыдан басталады тірлік жер бетіндегі ескі наным бойынша. Яғни бұның қасында, осы күнбастының қасында міндетті түрде бір аңдар, адам баласы олар бейнеленеді. Өйткені олардың барлығы осы күнбастыға тәуелді, немесе содан жаралған жандар жер бетіндегі. Бүкіл тірлік иесі. Соның енді кейбір символдары мұнда болады, әрине. Мұнда біз адам бейнесін көріп тұрмыз, аңдарды көріп тұрмыз. Сол енді кейбір көмескі тартқан тұстар бар, оған да үңілу керек. Міне осындай ерекше бейне осының өзі ғана мына Ақберлі ескерткішін сол дара бір үлкен ерекше ескерткіш деп есептеуге болады. Бұл жердегі ескерткіштердің саны, суреттердің саны санай берсек, ол бірнеше мыңнан асады. Бұл жерде көп еңбектену керек. Көптеген зерттеушілер мұнда келу керек. Бұл осы сіздің бастамасы деп айтуға болады. Енді сол себепті мұнда жергілікті мұндағы тұрғындарға, енді ең бастысы осы өлкетанушыларға және осы экспедицияның шығып, осы зерттеуге бастаушы болған, белсенділік көрсеткен Құсмелия Нұрқасымға үлкен алғысымызды айтамыз. Оразанбай Бекбаев мүсіншіге үлкен алғысымызды айтамыз, әрине. Және міне осы біріккен іс, ол өзінің жалғасын табу керек. Біз мүмкіндігінше осы қазір мына жақсы ауа райын пайдалана отырып, осы мүмкіндігінше осы ескерткіштің кейбір жақсы толымды сюжеттерін сол жазып алып, сипаттап шығуға тырысамыз. Бәрін мұнда зерттеп шығу әрине 1-2-3 күн көлемінде мүмкін емес. Әрине мұнда жыл бойы келіп жатса да болады, немесе бірнеше жыл төңірегінде жүргізілетін жұмыстар. Өте әсерлі ескерткіш. Ғаламат дүние. Тарбағатайдың төсінде, биігінде орналасқан. Адамдар сол себепті зерттеушілердің де мұнда келуге көп ешқандай жағдай болмаған. Өйткені бұл автомобиль көлік жолдарынан мүлде алыс, атпен өз әсері шығатын жер биікте. Мына осы жерде бүкіл Тарбағатайдың беті түгел көрініп тұр, үстіңгі шыңдары деген сияқты. Және алыс жақын аймақтардың барлығы көрініп тұр. Сонау Жоңғар тауына дейін көрінеді. Осы мына шыңға шықса. Осындай биіктер. Бірақ бұл таудың төсі биігіндегі бұл жерде байырғы адамдар түгілі, мына жерде құлыстар бар, таудың тас ғасыры. Одан кейінгі біздің бабаларымыз мұнда мекен қылған, қасиет тұтқан киелі мекен. Соның дәлелі және куәгері міне осы ғажап суреттер. Көп. Әр жерде көп. Аралап жүр мінекей азаматтар, зерттеушілер, өлкетанушылар. Мүмкіндігінше осы жерде біз бірнеше күн болып зерттеп осыны халыққа таныстырамыз. Бұл біздің міндет. Бұған зерттеушілер қызығу керек, білу керек. Бұл қорғауға алыну керек. Үлкен мемлекетіміздің, әрі кетсе, бұл мемлекетіміз, еліміздің мерейі, беделі. Биылғы мына мерейлі жылға да бұл үлкен тарту. Сол себепті азаматтар мұны түсіріп жатыр, жақсы суреттерді зерттеп жатырмыз. Осылай осы игілікті іс жалғаса берсін.
Көне суреттер қиялыңда әр саққа жетелейді. Әсіресе сол замандағы адамдардың рухани әдемі қызықтырар сөзсіз. Олар кейбір тастардың суретіне қарап отырып болжайсың. Өздері қоршаған ортаны ғана емес, сол уақыттарда өздерінің басынан өтіп жатқан оқиғаларды да мазмұндап отырғандай болып көрінеді. Ішкі толғаныстары, күйініш сүйініші, махаббаты, күресі, жеңіліс-жеңісі, шаттығы мен қуанышы, соның көрінісіндей билері, табынар тәңірісі бәрі-бәрі. Тіпті қайсы бір тастарда шытырман оқиғалы қиял ғажайып ертегі мифтерді тыңдағандай ойға қаласыз. Оларды символдармен, бейнелі образдармен сіздің санаңызға тас моржелерімен беріп жатқандай. Қайсы бір үй орындай тастарға жасалған тұтас композициялар қаптаған суреттермен шытырман оқиғаларды бейнелеп, кәдімгі алдыға жайып салған картадай, тіпті артқы ұрпаққа әңгімелеп айтатын көрнекі құралдай, бүгінгі тілмен айтқанда ұрпағына арнап сабақ өткізетін аспан астындағы мектептей көрінеді. Күн басты күн билер, шаңырақ басты шаңғилар. Біздің түсінігіміздегі спираль басты ғарыштан келгендер, ғарышкерлер, инопланетяндар. Олардың қимыл қозғалыстағы, әртүрлі позадағы бейнелі суреттері. Осыған қарағанда ақберлі биігі сол замандағы адамдардың діни наным сеніміне байланысты ғұрыптардың өткізілетін мекені болса керек деген ойға жетелейді. Жыл сайын белгілі бір мерзімде көсемдер мен бақсылар, рубасылар, тәңірге табынушы басқада әйел еркектер, ат жалын тартып азамат болған басқада жастар, жаратқанға құлдық ұрып, құрбан шалып, басқада дәстүрлерін өткізетін орын болса керек. Ақберлі ескерткішінің бір ерекше бір туындысы осындағы мына үй тас көлеміндегі өз құжынаған суреттер біткен мына осы бір таңғаларлық дүние. Мұнда енді көне адамның әр замандағы сыры жатыр, түсінігі жатыр, аңызы жатыр, ертегісі, әңгімесі бәрі осында. Мына бір үлкен эпос сияқты мына шығарма. Мұнда 100-ден астам суреттер бар. Бәрі топтастырылған, шебер үйлестірілген. Мұны менің түсінігімде мына бірнеше жыл бойы сол бір шебер суретшілер, енді бір үлкен бір суретшісі бола ма, оның қасындағы шәкірттері бола ма, ойластырып осыны құрастырған. Сондықтан мынаның өзінің әсері осы панноның. Бұл кәдімгідей жергілікті адамдарды карта деп дұрыс айтқан екен, осы мына бүкіл әлемнің бір бейнесі сияқты. Және ол жай бейне емес, оның жарқын бейнесі сияқты. Өз тірлігімен, қуаныштарымен. Әрине басты кейіпкер ол заманда, көне заманда ол аң, хайуанат әлемі. Хайуанат әлемін адам өте жақсы көрген ғана емес, ол өте жақын болған ол әлемге. Өзінде сол хайуанат әлемінің бір өкілі ретінде дәріптеген суреттің өрінде. Мына суреттің бір ерекшелігі бір үлкен бір жолдар. Әсіресе бір үлкен жолы бар, сосын кішірек, осыны былай ирелеңдеп бөліп жатыр. Суреттер ортасынан, сосын шет жақтарынан. Бұл не екенін ұғыну керек. Бұл не нәрсе? Өмір жолы ма,
Иә. Мына жарық дүниеден ана басқа әлемге апаратын жол ма? Жоқ, өзен ба? Қалай десе де, бұл енді бұл белгілі бір бұның мәні бар. Ол жай ғана салына салған емес, өйткені ол суреттің сол енді сол орталық композициясын құрайтын бір белгісі бар дүние. Осыған байланысты бұл панноны жергілікті тұрғындар сол әлгі карта деп атап кеткен. Әлем картасы деуге болады, әлем картинасы деуге де болады. Жалпы мұнда таутекелер, мұнда жылқы да бар, түйе де бар, адам да жүр мұнда өзінің тірлігімен, арман тілегімен. Неше түрлі аңдар өмірде бар, сол кезде қияли аңдар бәрі осында. Көп түсінік білдірілген. Бұны ұғыну үшін әрине осының төңірегінде жүру керек. Осының бейнелерін зерделеу керек. Салыстыру керек. Өзге де сондай көне дүниелермен. Алты сол қола ғасыры, соңы ерте темір. Мұнда көптеген тайпалар, осы біздің халқымыздың ата-бабалары қоныс тепкен. Солардың қасиет тұтқан мекені мынау Ақберлі. Қасиет тұтқан сол ғұрыптық ордасы бұл. Мұндағы суреттер, мұндағы таңғажайып дүниелер, олар әлемге белгілі болу керек. Мына ескерткіш осы тұтас көлемімен төңіректегі мыңдаған суреттермен ол ЮНЕСКО тарапынан қорғауға алынуы тиіс. Өйткені бұл соған лайық, өте ұлы ескерткіш деуге болады. Тарбағатайдың дәл биігінде төсінде орналасқан. Таңғажайып суреттері бұның құжынаған тастарында әр биіктікте осы кең алқапты алып жатыр. Міне соның ішіндегі бір өте бір жарқын, сондай бір үлкен бір өнер туындысы жетілген осы тас панносы. Ғажап дүние, ғажап өнер, өнердің бастауы және аманаты кейінгілерге қалдырған. Қалай түсіндірсе де соған лайық. Тайпалар келіп табынып өз өмірін, өткенін, болашағын ұқса да осы суреттен ұға алатын болған олар. Немесе жетіліп келе жатқан болашақ ұрпақ болса, олар осы суреттерден олар үйренген. Немесе ойланатын адамдар осы өмірдің мәнін түсінген. Соны түсіндіре алатын кісілер сол замандарда болған. Қазір біз оның тек қана бір құпияларына, сол кісілердің ойларының бір санаулы бір пайыздарына ғана жету мүмкіндігіміз бар. Таным ол үшін тереңдей түсу керек. Осы биіктің Ақберлі атауынында да үлкен мән жатқандай. Қай кезең, қай заманның адамы екені де белгісіз. Қай тайпаның, қай рудың адамы екені де белгісіз. Есте жоқ ескі күндерден жеткен аңыз, күн жайлатқан жампоз екен. Өлерінде айтыптымыз, менің сүйегім жатқан жер қысы жазы борансыз, желсіз, жауынсыз, қарсыз болмайды. Мені осы биікке қойыңдар, бейбіт шаруаға зияным тиеді деген екен. Содан бері бұл биік Ақберлі атанса керек. Оның зираты мынау еді деп нұсқап көрсеткен тағы ешкім жоқ. Тәрізі осы таңбалы тас киелі мекенінің иесі де өзі болса керек. Есімі Ақберлі ме, жоқ болмаса Ақперілі ме, бақсылық шамандық есім болуы да мүмкін ғой. Қысқасы Ақберлі аңыз абыз әлі де осы биікте таңбалы тастарын қорғап қоршап жүргендей. Тастағы суреттер сол заманның адамдарының. Ашығын айтқанда біздің арғы ата-бабаларымыздың көркем шығармалары деп қарағанымыз жөн. Олардың өзі белгілі бір ойға, жүйеге құрылғандығы байқалады. Тастағы күрделі жанды
Сүреттердің көбінде әлде жолдар, әлде өзендер ұзыннан ұзақ шұбалып бейнеленген. Оны басқа жерлердегі суреттен қайсы бір ғалымдар жыландар бейнеленген деп көрсетіп жүр. Ал біз болсақ осыншама көп жыландар бейнеленетін, біз жыланбап ел емеспіз ғой деп жолдар деген ұғымға тоқтап, тіпті ана дүниеге өтетін жолдар ма екен деген тұжырымдарға ден қойдық. Яғни арғы жаққа беттеген өмір жолы. Тарғыбатай Барқытбел тарихқа өте көне заманнан мәлім. Биыл Қазақстанның қазақ хандығының 550 жылдығын тойлап жатсақ, ал енді қазақ мемлекет деген сақ дәуірінен басталады. Осы Тарғыбатай Барқытбел сақ дәуірінің ортасында тұр деп айтса да болады. Осыдан 2 жыл бұрынғы Үржар ханышайымы, алтын тәжді Үржар ханышайымының табылуы заңды құбылыс деп ойлаймыз. Ал енді одан да бұрынғы тарихы Тарғыбатайдың тастарында, таңбалы тастарында тұр. Есте жоқ ескі күндерде ежелгі ата-бабаларымыз деп айтсақ артық болмайды. Тасқа кәдімгідей сурет салған. Және мол сурет өздерінің ойларын, өздерінің жаңағы болмыстарын, дүние танымын түгел тасқа жазып кеткен. Соның бір шоғырланған жері мына Тарғыбатайдың Ақберлі деген биігі. Суреттердің ең бір шоғырланған жері Ақберлі биігі. Жалпы адамзат бір сызық сызғанның өз үлкен мәдениеттің басу. Ал енді мұнда сан түрлі аңдар, адамдар, садақ тартқан аңшылар, тіпті кейбір біз көрмеген аңдардың сұлабалар түгелдей салынған. Кейбір жерлерде біз мысалы картатас деп атап жүрміз. Шын мәнінде картатас па немене бүкіл осы Тарғыбатайдағы аңдардың жиынтығын көрсететін шаңырақтың үлкендігінен одан да үлкен тастар кездесіп жатады. Енді Тарғыбатайға алғаш рет бала күнімізде келдік деп айтам. 66 жылы мектеп бітіргенде мектеп бітіруші 11 оқушы. Ішімізде көсеміміз Қамитқан Тілеукенов деген қазіргі Елтай ауылынан жаяу шығып, осы Тарғыбатайға көтеріліп, 3 күнде Ақбелінің басына келдік. Сонда алғаш осы тастардағы суреттермен таныс болдық. Бірақ енді сол кезде осының бәр мән мағынасын сезіне қалдық деген сөз емес. Одан кейінде институт бітіргеннен кейінде жұмыс істеп жүріп, мен жалпы курортқа барған адам емеспін. Менің курортым Тарғыбатай болды. Жазғы демалыстың бәрінде Тарғыбатайға келіп жүрдім. Содан кейіннен тәуелсіздік алғаннан кейін ел өзінің тарихына қарай бет бұрды. Сол уақытта біздің қиыншылығымыз сол, тіпті Қазақстан тарихының өзінде көп ақтаңдақтар болды. Ал енді мына көне дәуірдегі мәдениет, Тарғыбатайдың таңбалы тастары деген бұрын тарихқа мәлім, бірақ мынандай бөлшілді емес, бір 2-3 сурет қана жүретін, сол туралы ғана айтылатын. Ал енді менің көргенім осы бір Ақбелінің өзінде 1000 миллион сурет. Ол қанша гектар екенде өлшеу қиын. Тастағы таңбалар барлық болмысымен бірнеше дәуірдің ерекшеліктерін көрсетеді деп ойлаймын. Бұған осы жақында ғана Навалу орта мектебінің балалар келіп кетті деп естідім. Мектеп бітірген балалар. Мен соған қатты қуандым. Яғни Тарғыбатайдың таңбалы тастарына қызығушылық. Тұңғыш рет оператор алып кеп, ғалым ертіп кеп осында айналысып жатқан жайымыз бар.
көкіректе жүрген осындай тарихи миссия болатын. Міне соны да орындап жатырмыз. Тарғыбатай басына шыққанда ой-хой қайран таумай деп жатамыз. Мені біреулер ақын дейді, мен мысалы Тарғыбатайға арналған өлеңдер циклым бар. Мынау асқақ заманда жақсы мәлде жаман ба, бүгін өмір өзгерді, азаматтық ой толғайтын кез келді. Осы өлкенің ақыны деп ұққан жұрт бүгін маған сөз берді. Елге тұлға боларлық тұлғамда жоқ. Бар қадар таба алмадым жырдан да көп. Бітіргенің шамалы бұл өмірде, ей жүрегім, сен бірақ бұлданба тек. Сондай кезде сағынып тауға барам. Қорғанымай, жанымды қаумалаған, ұлың бар ма, тасыңды тамашалап, шалғыныңда армансыз аунамаған. Адамзаттың тербеткен үлкі арманын биіктерге қашанда іңкәр жаным. Сол биіктен жүрегім жолықтырар Тарғыбатай тауының сұңқарларын. Өткен ұрпақ емеспін сыраңдамай, құрыш қанат, ақиық қырандарай, тасталды екен ортаға ұран қалай, дөбіріңгі ерікпей тұрам қалай. Шықтыңдар ма сайлардан андағайлап, алдаспандар жарқылдап қолда қойнап. Әрине, Тарғыбатай Барқытбелдің басқа да өңірлерінде де тастағы суреттер аз болмаса керек. Бірақ Ақберлідей шоғырланған жері жоқ сияқты. Оны соңғы жылдары мәдени мұра бағдарламасы аясында шыққан Қазақстан петрографтері жинақталған альбомдардан байқадық. Көп жылдар Ақберлінің таңбалы тастарын киноға түсірудің сәті болмады. Таудың жауын шашын кедергісін былай қойғанда, белгілі бір осы рухани дүниеге қатысты адамдарды осы ғажайыптың барына сендірудің өзі мүмкін болмады. Шыңғырсаң естімейтін таскереңдік, болмаса таңғажайып немқұрайдылық. Сәті болғандағы түсірген суретіміз бір күннің жұмысы. Оның есесіне оған жету мен қайтуға әлденеше күн кетті. Әлденеше жылғы ұмтылыстың тек 7-ші жолы сәл ғана сәтін салғандай болды. Сен қозғалғандай ғана. Суық түссе қайта қатып қалу мүмкін деген көкіректе үрей бар. Туған жердің тарихының жоқшысы кім дегенде сұрақ етіп, кейінгі толқынға ескетіп кетсек дейміз. Жылт еткен үміт Үржар ауданындағы Науалы орта мектебінің бір топ оқушылары ұстаздарының басшылығымен биыл Ақберліге шығып қайтыпты.